Assalamualaikum dostlar, ben Damir. Bugün Kay preview жасайды үйретем. Olsun sizlerге менде скин сет жоқ. Сондықтан мен скин сақтап алғам. Өздеріңіз скин сеттен мысалы айлайын. Мысалы мына жерге кіріп осы құрған скиндеріңізді мысалы былай тапсырып скинімді осылай мен қойдым ал фотомды. Ал содан кейін осылай мен істеймін. Осылай істеймін. Осылай істеймін әрі қарата. Бұл енді Майнкрафт Google'a кіресіздер. Google'a кіресіздер. И фон Майнкрафт дейсіздер. Содан кейін мына бір сурет таңдаласыздар. Мен сурет таңдап қойғам уже. Так. Достар қазір. Мен сурет таңдап қойғам, осы любой сурет таңдайсыздар. И содан кейін жаңағы удалить фон дейтінге кіресіздер. Удалить фон. И мынаны басасыздар ойнап тұрғанда. Сосын назад превью жасасын істейсіздер. Енді осынан бәрісінде тұрғанды басасыздар. Өз фотоларыңыз. Жаңа мен мына фотоны таңдадым. Енді сөйтіп бүйтіп жасай аласыздар. Сосын алып. Енді сіздерге қойдай. Енді сіздерге пикселат дейтін осыған кіресіздер. Мына осы жаңағы мына жер кіресіздерде. Достар, үнемдемеңіздер. Шығып қоя отыр. Қойса, мынадан істей салайын енді. Любойнан. Любойн таңдай салайын енді. Достар, экраны шығып қоя отыр. Шығып отқан көресіздер. Жарайды достар, сіздерде шығатын шығар. Бірінші бұлай. Мына фотосөтке кіресіздер. Мен мысалы мына заттан мынаны таңдадым. Удалить фонға кіріп, мынадан үстіп алып, мынаны мен таңдадым достар. Содан түсіндірім. Пикселатқа кіресіздер. Пикселаттан кейін мына осыны басасыздар да. Мынаны басасыздар. Мынаны. From Gallery. Бұл менде шығып жатыр. Ал скиндеріңізді жасасаңыз мына жерден аласыздар. Ал мен бұлай қоя салам. Қалай жасайды. Бүйтіп. И сол кезде. Мына жерде тұр. Мен сарыны таңдаймын сол.
көнеді. Мен мысалы бейтін біліп тұрмын. Ол қалай өздеріңіз істейсіздер? Былай сынып жасайды. Жарайды достар, енді оны мынаны басасыздар. Мен мынадан таңдай салам енді. Былай қалай превью жасайды деп бүйтіп қоясыздар. Мына бояу үшін мынаны басасыздар да. Мысалы мен сарыны болды. Мен осылай қоя салам ал. Достар, мен қалай превью жасайды? Бұны істейсіздер де мына екінші тұрған басасыздар. Достар, енді сол save to gallery деп сақтайсыздар да бүйтіп зат істейсіздер. Болды, сақталады. Сосын оны қоюшы мына YouTube студияға кіресіздер. Қалай достар? Менде сақталды ол бөлу. YouTube студияға кіресіздер. Бұның жалғасы болады. Давайте. Достар, енді давай.